сіздерді каналымна көргеніме қуаныштымын. Алдыңғы видеомда мен жалпы өзімнің жұмыстарымен, керекті құрал-жабдықтармен таныстырып өткен болатынмын. Жоғарыда ссылкасын көрсетіп қоямын. Ал бүгін тоқып үйренудің бірінші сабағын бастайтын боламыз. Сабақ спицамен ілмек алып тоқып үйренуге арналған. Бізге ол үшін не керек? Бізге біріншіден жіп керек. Жіп орташа қалыңдықта болу керек. Яғни бастапқы үйренген кезде орташа қалыңдықпен үйренген жақсы. Екіншіден, осы жіптің қалыңдығына сай спица болу керек. Жіп бізде сол қолымызда болу керек. Жіптің ұшынан өзімізге керекті ілмек санына сай ұзындықта бөліп аламыз. Мысалға, маған қанша керек, сондай ұзындықта бөліп аламын. Осылай. Жалпы негізі ілмекті алудың бірнеше тәсілдері бар. Қазір біз кітапша тәсілімен алатын боламыз. Яғни ең жиі қолданылатын тәсіл. Жіптің бас бөлімін, яғни мына жақ бөлімін бас бармақтың үстінен аламыз. Ал ұш жақ бөлімін екінші саусағымыздың үстінен аламыз да, екі жіпті бірге ұстап, қалған үш саусақпен бекітетін боламыз. Алудың әдісі, міне қайтадан көрсетіп жіберейін. Яғни бас бөлімін бас бармақтың үстінен алып, үш жақ бөлімін екінші саусақтың үстінен аламыз да, екі жіпті біріктіріп, қалған үш жіппен бекітеміз. Оң жақ қолымызда спица болу керек. Спицаны бір спицамен де, екі спицамен де ілмек алуға болады. Бастапқыда екі спицамен алып үйренген жақсы. Бірінші және екінші саусақ арасындағы көлденең тұрған жіпті, бірінші, екінші саусақ арасында көлденең тұрған жіп. Мына жіпті біз астынан көтереміз. Бұл бізде бірінші ілмекке саналады. Кейін екі спицаны бас бармақтағы жіптің астынан өткіземіз. Осылай. Екінші саусақтағы жіпті аламыз. Жіпті алып, бірден жұмысқа кіргіземіз. Енді осы бірінші саусақтағы жіпті босату керек. Босатамыз да, сосын жай осы жіптен тартамыз. Осылай бізде алғашқы екі ілмегіміз спицада пайда болады. Кейін жіпті тартқан сайын, яғни спицамен автоматты түрде бірінші саусақтағы жіпті алып отырамыз. Енді бір ілмектен аламыз ары қарай. Басында екі ілмек алдық қой, міне. Енді бір ілмектен аламыз. Екі спицамен осы қайтадан бірінші саусақтағы жіптің астынан өткізіп, міне, бас бармақтағы жіптің астынан өткіземіз де, екінші саусақтағы жіпті іліп алып, жұмысқа енгіземіз. Бас бармақтағы мына жіпті босатамыз. Одан кейін мына жіптен тарта қоямыз. Бізде спицада үшінші ілмек пайда болды. Осылайынан қайталап жіберейік. Тағы да бас бармақтағы жіптің астынан өткізіп, екінші саусақтағы жіпті спицаға алып, жұмысқа енгіземіз. Бас бармақтағы жіпті босатамыз. Одан кейін мына жіптен тарта қоямыз. Осылайынан тездетіп, өзімізге керекті, жұмысымызға керекті ілмек санын толтырамыз. Осылайынан. Есте сақтаймыз, басында біз екі ілмек аламыз, одан кейін бір ілмектен алып отырамыз, яғни керекті ілмек санына дейін толтырып аламыз. Міне, бұл біздің бірінші сабағымыз. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге қалдырып, сұрақ қойсаңыздар болады, түсіндіріп өтем. Және де келесі сабақты крючокпен тоқуға арнаймыз. Яғни спицамен тоқудың әлі талай сабақтарын салатын болам. Соңғы видеомда көрсеткен жұмыстағы процесімді, мен сол жұмысымды аяқтаған болатын, көрсетіп өтейін. Мынадай шапка. Шапка унисекс. Бұны ер адамдарға да, әйел адамдарға да, балдарға да, ересектерге де киіп жүруге болады. Өте әдемі, 100% меринос жібінен тоқылған.
Мен бұны жолдасыма арнап тоқыған болатынмын. Сау болыңыздар қыздар, келесі сабақта көріскенше.